Армысыздар, бүгін біз сіздермен Quizzes бағдарламасын қарастыратын боламыз. Бұл бағдарламаны бастамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Себебі сіздерге қажетті осы жерде плейлистерді бөліп қойдым, яғни веб бағдарламалау және интернет технологиялар плейлисті, интерактивті оқыту әдістері және C# тілі. Қазіргі таңда 3 бағыт бойынша видео түсіріп жатырмын. Соның ішіне керектісін плейлистке кіріп көре аласыздар. Де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен Quizzes платформасына келетін болсақ, бұл жерде осы платформаға сілтемені видеоның астына қалдырамын. Қашықтықтан жұмыс істеген кезде өте ыңғайлы платформаның бірі болып табылады. Ол үшін начать деп басамыз. Енді мен бұл жерде авторизация өткенмін, немесе қазір тағы да өте саламын. Зарегистрируйтесь с помощью Google дейді, немесе өзіңіздің электронды поштаңыз арқылы кірсеңіз болады. Бірақ мен Google арқылы кіре беремін. Басамын осы батырманы. Одан кейін автомат түрде менде аккаунтым арқылы сұрайды, қай аккаунтты таңдайсың деп. Сіз өзіңіздің бар аккаунтыңызбен осы Quizzes'ке кіресіздер. Как вы используете Quizzes? Яғни мектепте, бизнесте немесе өзіңіз, яғни жеке персональный использованияға қолдансаңыз болады. Енді қазіргі таңда біз мектеп немесе университетте қолданамыз. Бұл жерде мен ұстазбын немесе оқушымын дегенді таңдау қажетпіз. Осы жерде тіпті мінекей ата-анаға да арналған вкладкалар бар. Бірақ біз ұстазды таңдаймыз, себебі біз оқушыларға өзіміздің тапсырмамызды құрастыруымыз қажет. Бұл жерде мінекей сіздерде бірден осындай өзіңіздің жеке кабинетіңіз ашылады. Осы жеке кабинетте чему вы будете учить сегодня? Енді негізінде бұл сайт ағылшын тілінде беріледі, бірақ білесіздер, орыс тіліне аудару үшін мінекей мышканың оң жағын басасыздар және де перевести на русский дегенді бассаңыздар, сіздерге барлық сөздерді орыс тіліне аударып береді. Бұл жерде мінекей жеке өзімнің кабинетім, мінекей аты жөнім көрсетіп тұр, Гүлдана Омарбекова деп, және де қазіргі таңда осы Quizzes'тің программистер ары қарай дамытқан сияқты. Яғни бұның платный версияларда шығып жатыр. Қазір сұранысқа ие платформаның бірі болғандықтан, бұны да платный дәрежеге шығарып жатыр екен. Енді осы жерде Моя библиотека деген бар. Моя библиотека деген жерде өзіңіз тест құра аласыздар. Мінекей создать тест дейсіздер. Осы жерде сіздің пәніңізге байланысты тексттерді жазуларыңыз қажет. Мысалы, менің сабағым информатика дейік. Информатика және де соответствующий темаларды көрсетуіміз қажет. Мысалы, профессиональное развитие дейік, тағы да неше түрлі бар. Бұл жерде образование, другой десек болады. Следующий деген батырманы басамыз. Ары қарай өзіміздің сұрағымызды енгізуіміз қажетпіз. Яғни написать свой дейміз. Бұл жерде бір ғана таңдауды флажок, мысалы бланкын толтыру қажет болады, оқушылар немесе студенттер, опрос жасай аласыздар, неше түрлі осындай сұрақтарды құрастырсаңыз болады. Бірақ мен бұл жерде большой выборды қолданайын. Мысалы, HTML деген не? Бұл жерде варианттарды енгіземіз, яғни гипермәтінді тіл. Келесі екінші вариантқа бағдарламалау тілі. Енді өзіңіздің пәніңізге байланысты сұрақтарды енгізесіздер. Және де мұнда ағылшын тілі деп қояйық. Мысалы, бірінші дұрыс жауабы осы болсын. Гипермәтінді тіл бізде. Келесі тағы да варианттарды енгізесіздер, енгізулеріңізге болады, немесе өшірсеңіздер болады. 3 қана сұрақ, 4-5 сұрақтарды добавить ете бересіздер. Енді бұл жерде сақтаған кезде, енді спасти дегенді басасыздар. Сол кезде сіздің құрастырылған сұрағыңыз сақталады. Тағы да қосымша сұрақтарды енгізу үшін мінекей большой выбор, немесе тағы да флажок, немесе заполнить бланк дегенді басып көрейік. Осыны басамыз, келесі сұрағымыз ашылады. Яғни келесі сұрақ құрастыру окошкалары осылай бізге ашыла береді. Енді бұл жерге жазайық мысалы. Гипермәтінді тіл дейік.
яғни бұл жерге енді ответті жазу керек. Студенттер, альтернатива берсек болады. Яғни сайттың құрылысы деген сияқты. Ответін беруді ұмытпаймыз бұл жерде. Дұрыс жауабын беру керекпіз міндетті түрде. Және де сақтауды басайық. Мінекей, осылайша бізде 2 сұрақ құрастырылды. Ары қарай өзіңіздің фантазияңызға байланысты осы жерден мінекей басып құрастыра бересіздер. Келесі сұрақтардың барлығын осыны басу арқылы құрастырасыздар. Мінекей, енді сіз өзіңіздің курсыңызға сурет қойсаңыз болады. Мына жерде сурет берсеңіздер болады. Енді қазір менде қандай сурет бар екенін қарайын. Мысалы, HTML дегенге мына суретті қойық. Өзіңіздің курсыңызға қарай қойылады. Мысалы, ағылшын емес, бізде қазақ тілінде құрастырылған. Сол себепті қазақ тілін таңдайық. Неке қазақ деп тұр. Оценканы да бере аламыз. Мысалы, қай сыныпқа бересіздер? Мысалы, 5-ші сынып деген сияқты. Публичный, видимый всем қыламыз, немесе тек қана өзіңіз көре алатындай қыламыз. Енді бұл сіздің құрастырған курсыңыз басқаға да пайдалы болу үшін бұны барлығына көрінетіндей қылып қойайық. Сохранить. Бастық, мінекей. 5-ші классқа арналған барлық мәліметтер толып тұр. Тағы да негізінде 4-3 сұрақтарды құрастырсаңыз болады. Енді бұл жерде осы сұрақты біз сделаны дейміз. Мінекей, сіздің жеке кабинетіңізде бірден сіздің сұрақтарыңыз шыға келді. Осы жерде өзгерте аласыздар, немесе ары қарай енді студенттермен, оқушылармен жұмыс істеу үшін бұны біз қолдануымыз қажетпіз. Ол үшін мінекей начать живую викторину дейміз. Бұл жерде викторинаның 2 түрі бар. Классический және де инструктор изменяющийся. Біз классическийді таңдаймыз. Мінекей, классическийдің ішінде командамен жұмыс істеуге болады, немесе студент жалғыз өзі жауап береді, және де контрольная работа ретінде қолдансақ болады. Енді қазіргі таңда қашықтықтан оқытуда мен осы классический, яғни әр студент жалғыз жеке-жеке бөлек отырғандықтан, сол үшін мен классический таңдаймын. Ал офлайн оқытуда біз командамен жұмыс істейміз. Қазіргі таңда онлайн оқытуда классический типті таңдағандарыңыз жөн. Ары қарай продолжить деген батырманы басамыз. Сіздерге бірден код беріледі. Мінекей. Чтобы сыграть в эту викторину, используйте любое устройство, чтобы открыть дейді. Және де мына кодты бересіз, мына ссылканы бересіздер. Мінекей, поделиться через деген бассаңыздар, сіздерде копировать ссылку деген шығады. Осыны көшіріп аламыз. Және де WhatsApp-та чатқа, немесе тағы да қай жерде сіз балалармен кері байланыс жасап отырсыз, сол жерге осы ссылканы жібересіздер. Және де бала барлық осы ссылкамен кірген кезде мына кодты теру қажет. 923-715 деген кодты теріп, сіздің осы платформаңызға балалар кіреді. Мінекей, сіздерге қазір тағы да басқа немен кіріп көрейін. Көрсету үшін. Мінекей. Новый режим инкогнито. Жаңағы ссылканы көшіріп алдым. Мінекей, квизис балаларды өтіп ашылады. Осы жерге оқушы немесе студент өзінің аты жөнін енгізеді. Мысалы, Гүлдана деп. Және де кіреді. Кіргеннен кейін, мінекей, студентті немесе оқушының өзін жаңағыдай жұмыс істеу беті осылай көрінеді. Ал бізде мұғалімнің формасына мінекей Гүлдана, яғни осы платформаға кірді деп біз барлығын көре аламыз. Оқушыларымыз қанша оқушы кіргенін барлығын квизис көрсетіп отырады. Бүкіл оқушыларымыз кіргеннен кейін начните дегенді басамыз. Басқадан біздің ойынымыз басталады, яғни сұрағымыз. Сұрақ басталғаннан кейін сіз оқушыларды немесе студенттердің үлгерімін осы жерден қадағалап отыра аласыздар. Жауап берді ме? Және де ең соңында жеңімпазды анықтайсыздар.
соңында отчетін береді, кім қанша балл жинады, қандай сұраққа жауап бере алды, жауап бере алмады деген сияқты. Егер де видео ұнаса лайк басамыз, және де сұрақтарыңыз болса комментарий астына қалдырыңыздар.